для спорта конкур. Очень спокойный и выносливый. Имеет хорошее происхождение, содержится в конном клубе «Архмат». Майами Адам! Орловский Рысак! Армия Мазалар, Абдар Шервен, Эрмин Жалғастырайық. Келесі Меркада, қарсылыңыздар. 2 айлық Меркада. Чистокровная английская. Спортивный черепец проходит подготовку к войне. Обладает хорошими скоростными качествами. Перспективный скакок. Содержится в конном клубе «Архмат». Хозяин Танатова Айдана Жангалиевна, уроженка древней благословенной земли Мерки, девушка, сумевшая сохранить сердце дыхание родных гор и в течение казахской степи. Сегодня, живя в столице, она успешно развивается как предприниматель, создавая проекты в сфере гастрономии и цветочного искусства. Но главным источником ее вдохновения остается конный мир. Мир благодарства, свободы и силы. Любовь к лошадям стала для нее не увлечением, а частью жизни, философии, отражением уважения к истории своего народа и стремления. Передает эти ценности будущим поколениям. Сегодня Айдана Жангалиевна представляет 4 своих лошадей, животных, в которых отражается сила, грация. Каждая из них имеет свою историю. Ваши аплодисменты! Уматынан армия мырзалар ой болса, біз әрмен қарай жалғастырайық. Аттар шервен жалғастыратын Бақтурада жасы 7-де Қарабайыр породасы қарсылыңыздар. Бақтурада! Қымбатты мен мырзалар, олай болса, келесі кезекте аттар шеруін жалғастырамыз. Сүлік қара аты, алты жас, Қарабайыр породасы. Қадырмандар мен мырзалар, алдарыңызда Қарабайыр тұқымы, сүлік қара аты, жасы 6-да. Құрмет қошеметтеріңіз болса, нағыз ақбозат. Әрмен қарай жалғастырайық. Қостанай аты. Алаңға Қостанай аты шақырылады. Жасы 5-те. Қымбатты қанымдар мен мырзалар, мен қарай жалғастырамыз. Алаңға Бәйтерек аты тұқымы Ершарон, қарсы алыңыздар. Жасы 3-те.
Құрмет қошеметтеріңізбен қарсы алыңыздар. Бәйтерек ата 3 жаста. Қуатқандар мен мырзалар, әмендірей жалғастырамыз. Алаңға Аққайың ата шақырылады. Жасы 5-те, тұғымы 10 жас. Қуатқандар мен мырзалар, әмендірей жалғастырамыз. Алаңға Жорға аты шақырылады. Жасы 5-те, тұқымы жабы. Құрмет қошеметтеріңіз болсын. Айғай шулай. Ой, бір айланып неге шықпайды екен деп біледі. Аңырып қайда бар. Қуатқандар мен мырзалар, алаңызда қара шаңырақ аттары жаста. Қарсы алыңыздар. Тұқымы Қарабайын. Ой, мағасы екен. Егін. Әрмеңгірі жалғастырайық. Сүлік қара 6 жас. Тұқымы Қарабайын. Қарсы алыңыздар. Сүлік қара 6 жаста. Қарсы алыңыздар. Қара шаңырақ аттары, сүлік қара. Қара шаңырақ ат, топ клубы, дұлы шоколадтарыңыз болсын. Жұмақан Найса аттары алаңда. Келесі болып, жетінші арнадағы Айна онлайн телебағдарламасының Жасын Албаев. Еліміздің медиа жұлдыздары. Коронавирусқа жобасының авторы блогер Елисей Белый. Блогер. Көптеген балаларға арналған мерекелік іс-шаралардың авторы. Королевство брендінің директоры Елисей Белый. Және де Қазақстанның намысын ұялтып, КНТВ өткен вице-чемпион болған Астана құрамасының ойыншысы Олжас Рымбаев. Олжас бауырымызға құрмет қошеметтеріңіз болсын. Еліміздің намысын достарымызға үлкен рахмет. Бір-екі сауалсаңыздар болады. Біргелі құрметті алайын, қадірлі қонақтар, енді алаң төріне Ақтөбе облысы Алға ауданның Жансая шаруа қожалығының арнайы жеткізілген Мұғалжар тұқымды айғыр Залнұр шығады. Залнұрдан атаңызға айналған талай дәуірде да топ жарған чемпион айғыр Залғұланның тікелей тұқымы. Асыл қанымен текті болмасы добысқан бұл тұлпар өзіне тән
айбарлы келбетімен, мұғым делебдімен, кең кеудесімен, қуатты аяқтарымен және байсалды мінезімен ерекшеленеді. Болжар жылқысы қазақтың төл жылқы шаруашылығының мақтанышы. Ол табиғаттың қатаң жағдайына ерекше бейімделген, төзімделген қажыр қайратымен, жүрдектігімен және өміршіндігімен бағаланатын бірегей тұқым. Бұл қазақ даласының кеңдігі мен еркін рухын бойына сіңірген асыл тұқым ардағайын. Залнұрдан ата-бабадан жеткен жылқы өсіру дәстүрінің селекциялық еңбектің және ұлттық мұраға деген жаңашылдықтың жарқын көрінісі. Доғал шапалақтарыңыз болсын, еліміздің мақтанышы Мұғалжар жылқысы. Алаң төрінде Ақтөбе облысы Алға ауданындағы Жансая шаруа қожалығынан арнайы жеткізілген Мұғалжар тұқымды айғыр Залнұр. Қалады мәнілерінен құрсылар, Залнұрдан атаңызға айналған, талай дәуірі доланы тоқ жарған чемпион айғыр Залнұрының керей тұқымы. Асыл қанымен текті болмысы тоғысқан, бұл тұлпар өзіне тән айбары келбетімен, мұғым делебдімен, кең кеудесімен, қуатты аяқтарымен және байсалды мінезімен ерекшеленеді. Мұғалжар жылқысы қазақтың төл жылқы шаруашылығының мақтанышы. Ол табиғаттың қатаң жағдайына ерекше бейімделген, төзімделген қажыр қайратымен, жүрдектігімен және өміршіндігімен бағаланатын бірегей тұқым. Бұл қазақ даласының кеңдігімен еркін рухын бойына сіңірген асыл тұқым. Қазақтың төл Мұғалжар тұқымының айбынды өкілі, текті тұлпар Залнұрды зор қошеметпен қарсы алайық.